Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мұхиттағы жануарлар әлемі, мұхиттағы өсімдік әлемі, мұхит және экологиялық проблемалар. Сабақтың мақсаты әртүрлі графиктік мәтіндегі ақпараттарды салыстыру, негізгі идеясын айқындау, есімдіктердің жасалу жолдарын мәтін құруда орынды қолдану. Мұхит дегеніміз не? Мұхит жерді қоршап жатқан ұлы өзен, тіршілік мекені. Жер шарында 4 мұхит бар. Білесіздер, студенттер? Яғни Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді және Солтүстік мұзды мұхиты. Кейбір ғалымдар Антарктида маңы суларын 5-ші оңтүстік мұхиты деп жеке бөліп жатады екен. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын жаңа сөздер: жер шары, қоректік зат, құнарлы, уылдырық, ғаламат, бұғаз, себеп салдар, зардап шегу, қырылу, құрып кету, қорлық. Ал енді студенттер, назарларыңызға оқылым мәтінін ұсынамын. Әлемдік мұхит жердегі теңіздер мен мұхиттардың жиынтығы. Ол ғаламшарымыздағы тіршілікке ықпал етеді. Мұхит сулары атмосфераны оттегімен байытады. Адамдарды құнарлы да пайдалы азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Мұхит суы ғаламшардың климатын құрайды. Атмосфералары жауын шашынның көзі болып табылады. Одан оттегінің жартысынан көбі түседі. Ол атмосферадағы көмір қышқылды реттейді. Әлемдік мұхиттың түбінде минералды және табиғи зат көп. Сондықтан мұхиттар мен теңіздерде жүретін геологиялық, геохимиялық үдерістер құрлыққа ерекше әсер етеді. Мұхитта жер бетіндегі барлық тірі ағзаның шамамен 5-тен 4 бөлігі тіршілік етеді. Мұхит суы жер шарының 3-тен 4 бөлігін, гидросфераның 97% құрайды. Мұхиттың биожиыны жануарлардың 150 мың түрін, балдырлардың 10 мың түрін қамтиды. Ал жалпы көлемі 35 миллиард тоннаға бағаланады. Бұл 30 миллиард адамды тамақтандыруға жетеді. Әлемдік мұхиттың зиян, улы заттармен, мұнай өнімдерімен, радиоактивті заттармен ластануы ерекшелі алаңдатып отыр. Ластанудың көлемін мына мәліметтерден көруге болады. Жағалаудағы суға жыл сайын 320 миллион тонна темір, 6,5 миллион тонна фосфор, 2,3 миллион тонна қорғасын төгілуде. 1995 жылы Қара теңіз бен Азық теңізіне ғана 7,7 миллиард лас тұрмыстық өнеркәсіптік су төгілген. Студенттер, тілдік бағдарға көңіл аударайық. Тілдік бағдар бойынша есімдіктер туралы түсінік аласыздар. Есімдік. Есім сөздерді ауыстырып, солардың орнына жүретін сөздер есімдіктер деп аталады. Кім, не, неше, қай, қандай, қанша, қалай, қашан және тағда басқа сұрақтарға жауап береді. Есімдіктер мағынасы мен қызметіне қарай 7 топқа бөлінеді. Жүктеу есімдіктері: мен, сен, сіз, ол, біз және тағда басқа. Жүктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі. Сөйлемде бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыштың қызметін атқарады. Сілтеу есімдіктері: бұл, сол, ол, анау, мынау, әне,
міне және тағда басқа. Сілтеу есімдіктері тәуелденеді, септеледі. Сөйлемде бастауыш, толықтауыштың қызметін атқарады. Сұрау есімдіктері кім, не, қашан, қайда, тағда басқа. Сұрау есімдіктері тәуелденеді. Өздік есімдігіне өз деген бір ғана сөз жатады. Ол жіктеледі, тәуелденеді, септеледі. Жалпылау есімдіктері бәрі, барлық, барша, бүкіл, түгел, тағда басқа. Жалпылау есімдіктері тәуелденіп барып, септеледі. Болымсыздық есімдіктері сөйлемде бастауыш, анықтауыш, пысықтауыштың қызметін атқарады. Болымсыздық есімдіктеріне ешкім, ештеңе, дәнеңе, ешқашан және тағда басқалары жатады. Белгісіздік есімдіктері біреу, кейбіреу, кімде-кім, бірнеше, әлденеше, әрқалай, біраз, тағда басқа. Белгісіздік есімдіктері тәуелденеді, септеледі, жіктеледі. Сөйлемде бастауыш, анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыштың қызметін атқарады. Олай болса, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жазылым. Жазылым бойынша 13-ші тапсырма. Сурет бойынша шағын әңгіме жаз. Әңгімеде есімдіктерді пайдалан. Суретте теңізде мекен ететін сүтқоректілер. Суреті берілген. Сол сүтқоректілерді қатыстырып әңгіме жазасыздар. Әр тапсырманың астында дескрипторлар берілген. Тапсырманы орындау барысында міндетті түрде дескрипторларға көңіл бөліңіздер. 12-ші тапсырма. Су лала гүлі мен балық отының пайдасын салыстырып, кестеге түсір. Қосымша дерек көздерді пайдаланып, 2-3 пайдалы өсімдік туралы мәліметті қосып жаз. Бірінші суретте су лала гүлі берілген, екінші суретте балық отын өсімдігінің суреті берілген. Суреттердің астында кесте берілген. Кестенің бірінші бөлімінде өсімдік атауы, яғни өсімдіктердің аттарын жазып шығасыздар. Екінші бөлімінде пайдасы, яғни сол жазып шыққан өсімдіктердің пайдасы туралы жазып шығасыздар. 7-ші тапсырма. Мәтінді оқы, мағыналық бөліктерге бөл, әр бөлікке тақырыпша қой. Мәтіндегі негізгі идеяны анықта. Оқылым кезеңінде ұсынылған мәтінді тағы да бір рет оқып шығасыздар және тапсырма бойынша орындайсыздар. Қорытынды тапсырма, сұрақтарға жауап жаз. Берілген 4 сұрақ бойынша анықтама жазып шығасыздар. Ой таразы. Бүгінгі сабақта сізге не қиын болды? Қандай тапсырманы орындадыңыз? Нені түсіндіңіз және не үйрендіңіз? Қандай ақпарат сізді таңғалдырды? Жазып шығасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.